Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше дәмді болып шығатын десерт жасайтын боламыз. Ол үшін бізге анар, қызылша, жаңғақ және бал қажет болады. Бірінші кезекте жаңғағымызды бөлшектеп аламыз. Қатты ұсақтамай, майдаламай, орташа біркелкі етіп бөліп аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден жаңа лайк, менен жаңа рецепттер болсын. Жаңғақтан азғантай алып қалдым. Сәндік үшін безендіргенге бізге қажет болады. Ендігі кезек қызылшада. Қызылшаны жұқалап кесіп, бәрін бір келкетіп, төртпішлеп кесіп шығамыз. Қызылшаны ыдысқа салдым, оның үстіне жаңғақты және анарды. Айта кететін жайт, барлығы бір келкі болған абзал. Мен қызылшаны теткадан өткізген жоқпын. Неге дегенде бұл жерде жаңғақ пен анар ірілеу болғандықтан кішілеу қылып кесіп шықтым. Бір ас қасық балды алып, араластырып шығамыз. Қызылшаның суы шығады, сондықтан бал жақсы еріп кетеді. Қарасаңыздар, осындай әдемі болып жылтырап тұр. Ендігі кезек десерттің ыдысына салып, дастарханға тарту ғана. Келген қонақтарыңыз бірінші осының рецептін сұрап, таңғалатыны айдан анық. Сәндік үшін алып қалған анарымыз бен жаңғақтан бетін безендіретін боламыз. Біздің десертіміз одан да әдемі, ерекше, сұлу болып көріну үшін. Жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте пайдалы денсаулыққа, анемияға, дәмі де ерекше. Сізбен бізге ас болсын. Сіздермен бірге болған Мөлдір. Дәмін көретін боламыз.